Ішкі істер министрлігінде 8 наурыз халықаралық әйелдер күні атап өтілді. Иығына погон тағып, ел үшін аянбай еңбек етіп жүрген аруларды министр Ержан Саденов құттықтады. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, жұмыстарыңызға, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Әр күніңіз қуаныш пен мейірімге толы болсын деп, мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекеге орай бір қатар офицер қыз-келіншектер марапатталды. Салтанатты шарада оларға құрмет көрсетілді. Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сырғымай, ертімегім жанымда, бүкіл әлем сен маған ауа. Сені қарап көзім маған қатты ұнайды, жүректегі жылайды, жүректегі жылайды. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңе құдаша мұшли жайғаны сөйлеп, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билет, әңгіме салсам үйдеп маған дейді. Есімнің балқадиша емес, балқия, құдаша билейікші келме бардия, бақытты болуына мен гарантия, балқия. Әйел 40 жанды, бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді. Полиция ведомствосындағы ханымдар да қоғамда заң мен тәртіпті қамтамасыз етсе, отбасында ошағын түтіндетіп отыр. Сұлулардың құрметіне керемет концерт ұйымдастырылды.